Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырып өзіміздің несие тарихымызды қалай көреміз, сол жайында айтатын боламыз. Ең бірінші бізге Google-ге бір esb.kz деп жазуымыз керек. Немесе первое кредитное бюро ПКБ деп жазасыз. Сол арқылы поискті басып іздейсіздер. Содан кейін мінекей басты бет осылай шығады. Регистрация жасайсыз. Өзіңіздің номеріңізді және иіңізді теру арқылы. Және де регистрация жасағаннан кейін кіру деген батырманы басасыз, яғни вход. Соны басу арқылы жаңағы өзіңіз ойлап тапқан парольді енгізесіз. Ең бірінші телефон номеріңізді, парольді және войти деп ары қарай өте бересіздер. Ең бірінші барлығын оқып шығыңыз, танысыңыз. Мысалы, мой профиль дегенде өзіңіздің барлық жеке мәліметтеріңіз тұрады. Мұнда социальный сети арқылы басқа хабарламаларды аласыз. Ең бірінші тұрған персональный кредитный отчет дегенді басасыз. Сол кезде барлық түсініктемелер жазылып тұр. Яғни ECP ключ міндетті түрде керек. Ең бірінші есеп тегін, содан кейінгілер 400 теңге. Яғни мои отчеты дегенде сіздің барлық мысалы жылға байланысты отчеттарыңыз көрініп тұрады. Мысалы, ең бірінші получить полный отчет дегенді басасыз. Яғни қатарда екінші тұрғанды басасыз. 400 теңгелік дегенді басып қоймаңыз. Яғни я подтверждаю деп подписать ECP дейсіз. Өзіңіздің ECP-да қолтаңбаңыз арқылы кіресіз. Содан кейін сізді астында неке объявление и этот кредитный отчет деп астында шығады. Соны басу арқылы өзіңіздің несиелік тарихыңызды көресіз. Немесе компьютерде загрузки дегенді басып көруіңізге болады. Рахмет.